Ал мінекей үйіміздің ішіне кірдік. Кіретін болсақ, осындай тамаша стильдегі мынау шкафымыз, және де мұнда гостевой санузел. Бұл жерде керемет дизайндегі кең әдемі холлымыз. Холлымыздан оңға қарай жүріп кетсек, мынау қазақша бөлмеміз, отбасымен демалып отыратын тамаша дизайндегі. Барлық жерде кондиционерлер орнатылған. Мінекей мұнда зал, міне осындай тамаша дизайндегі залымыз, көріп тұрсыздар, өте әдемі. Есіктердің узоры мен мынау шкафтарымыздың узоры бәрі сәйкес келіп тұр. Осындай керемет дизайндегі үйіміз, достар. Ал кеттік ас бөлмемізді көрейік. Ас бөлмеге келетін болсақ, мінекей не деген кең просторный ас бөлме. Мінекей островок, өзіне жарасымды жиһаздар, техника бәрі орнатылған. Керемет. Бұл жерде де кондиционеріміз орнатылған. Мінекей мұнда зона барбекю, үйден шығып кететін екі есігіміз бар. Цокольден шығып кетсек болады, және осы жерден де сыртқа шығып кететін есігіміз бар. Осындай тамаша. Және де мінекей бірінші этажда үлкен кісілерге арналған өте кең просторный бөлмеміз бар. Бұл жерде де кондиционер бәрі орнатылған. Мінекей мынау гардеробныйымыз өте кең просторный, және де өзінің жеке санторабы бар. Екінші этажында жатын бөлмелер орналасқан. Қазір барып көретін боламыз. Және де айта кететін, бұл жерде цоколіміз де бар. Цокольде бөлмелер, оны мінекей лестницаның өзі өте кең, ыңғайлы жасалынған. Цокольде үлкен бөлмелер, оны барып көрмей ақ қояйық, екінші этажды көрерміз. Пауза қой.